Ассалаумалейкум оқырмандар. Осындай керемет барни тәттісін жасаған болатынмын. Осының жасалу жолын сіздермен бөліскім келіп отыр. Дәмі керемет болып оңай әрі тез жасалады. Біздің балаларымыздың сүйіп жейтін тәттілерінің бірі. Жасап көріңіздер және де пікір қалдырып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұн қажет, сүт, секер, бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, какао қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін секер қосып, жақсылап, аппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Жақсылап, ағартып, миксерлеп алғаннан кейін сүтімізді қосамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Содан соң ұнымызды 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Содан кейін тағы да миксермен миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін 2-3 қасық массамызды алып аламыз да, сол массаға какао ұнтағын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Алып қалған какао массамызды осылай кондитерлік мешокқа құямыз. Бізге формамызға құюға ыңғайлы болу үшін осылай мешокқа құйып аламыз. Осылай құлағын, аяғын, қолына аз-аздан құйып шығамыз. Содан кейін ақ массамызды ортамызға 1 қасық саламыз. Сосын джем немесе шоколад, қойылатылған сгущенка салсаңыздар болады. Осылай салып, үстінен тағы 1 қасық салып, қасықтың көмегімен жылжытатын боламыз. Содан кейін салып болғаннан кейін осылай қолымыздың көмегімен кішкене формамызды соғып жіберетін боламыз. Одан кейін 150-160 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Барниларымыз дайын болды. Өте ыстық болып тұр, сондықтан маған кішкене ұстауға ыңғайсыз болды. Осындай керемет болып шықты. Маған өзіме қатты ұнады. Жасап көріңіздер, дәмі тәтті болып шығады. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығаратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ассалаумалейкум.